Күйеуіне измена жасаған әйелдер консультация алып, арақатынасты дұрыстап, мәселесін шешіп жатыр. Ал әйеліне измена жасаған еркектер консультацияға келіп атқандар өте аз. Ер адамдар әйел бала шағасы кетіп қалғаннан кейін, асарын асап, жасарын жасап, барлығы амал әрекеттерін істеп, одан кейін барып келеді. Уже әйелін қайтара алмағаннан кейін. Сол үшін жігіттер ер адамдарға измена жасай беруге болады деген нәрсе жоқ. Қалай айтсаң да оны ақтай алмайсың, дұрыс деп айта алмайсың. Ол сатқындық, әділетсіздік, әйеліңе қиянат. Сондай қателікке бармай тұрып кеңес алыңыздар. Әйеліңмен арақатынас дұрыс болмаса, жылылық, сезім, махаббат болмай, жақсы көре алмай жүрсеңіз, сондай кезде кеңес алып мәселеңізді шешіп алыңыз. Әйеліңізбен жақсы болмай, дұрыс болмай, сенің жұмысың, тірлігің, берекесі болмайды, алға жүрмейсің. Әйел адамдардың өздері қиналып, сондай қателік жасап қойдым. Уайым қайғы күйзелісте жүрмін, ұйықтай алмаймын, жүрегім тыныш емес. Біліп қойса не істеймін деген сияқты кеңес алып дұрыс шешім жасап жатыр. Сол үшін ер адамдарда измена жасаған дұрыс емес. Кеңес алып арақатынасты дұрыстап, махаббат, сезімді, жылулықты күшейтіп, бақытты өмір бастаңыз, өміріңізді өзгертіңіз. Консультация алу үшін төменге WhatsApp нөмірін қалдырып кетемін.